референдум аяқталды, халықтың белсенділігі қалай болды, жалпы саяси дауыс беру мәдениеті бізде қалыптасты ма? Ең бірінші осы референдумға дайындық басталғанның кезінде біз бүкіл Қазақстанның шетіндегі ауыл аймақ, аудан орталығы, моноқалалардың барлығында болдық. Сонда біздің бір назар аударғанымыз біздің халқымыздың саяси мәдениеті артқан. Сол біз жаңағы шалғай ауылға барғанның өзінде сол жерде азаматтар осы конституцияның әрбір бабына өзінің мәнін тереңдетіп, сұрақтарын қойып, сонымен бірге осы әрбір бап Қазақстанның болашағы үшін қандай әсер етті деген сұрақтарды қойды. Енді бүгін таңертең сағат 7-тен бастап біз сайлау учаскелерінде болдық. Халықтың белсенділігі өте жоғары болды. Бұның барлығы біздің халқымыздың саяси мәдениетінің өсіп келе жатқандығын және осы конституцияның Қазақстанның 21 ғасырдың тенденцияларына сәйкес келетін негізгі құжат болатындығын жан-жақты түсінгендігін көрсетіп отыр. Яғни біздің қоғамымыз тек қана тәуелсіздікті қалыптастыратын емес, сонымен бірге Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін дамытуға қабілетті азаматтардың қоғамы болды деуге барлық негіз бар. Жақсы, пікіріңізге рахмет. Расында осы соңғы 4 жыл ішінде 3 рет бізде жалпы халықтық референдум өткен екен. Демек, біздің халықтың саяси белсенділігі артып келе жатыр деп айтуға, қалыптасып келе жатыр деп айтуға әбден негіз бар, иә. Енді жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, барлық өңірлерді аралады, халық сұрақ қойды деп. Жалпы қандай сауал көп болды? Ең негізгі сауалдар біріншіден осы саяси трансформацияның мәні, екіншіден әрине осы конституцияның біздің халқымыздың әлеуметтік жағдайын арттырудағы негізгі бағыттары қандай деген. Өйткені Қазақстанның экономикасы да, саяси жүйесі де ең негізгісі біздің халқымыздың әлеуметтік деңгейін арттыруға қызмет етуі керек. Және сұрақтардың барлығы осы үш мәнде. Осы саяси трансформация, әлеуметтік мәселе және әрине халықтың әл-ауқатын арттыру мәселелері бойынша болды. Және тағы бір мәселе. Мынау референдумның өзі бүгінгі таңда Қазақстанда үлкен салт дәстүрге айналып келе жатыр. Президент Тоқаев 2019 жыл билік басына келген кезде осы Қазақстанның бүкіл ең негізгі мәселелердің барлығы халықпен ақылдасып шешіледі деп айтқан болатын. Міне осы 7 жылдың ішінде Қазақстанда, мен егер қателеспесем, 4 референдум болды. Осы референдумның өтуінің өзі осы Қазақстанда халықтық демократияның қалыптасып кеткендігін нағыз көрсеткіші болып табылады.